Сәлем қыздар, Динараның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осы қыс айында дайындалатын корейский чимчи дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 килограммдай капуста керек, тұз, лавровый лист, түйірі қара бұрышы керек болады. Сырты ашылып жуылған капустамызды, или капустамыз пекин капустасы, қабаттарын ашып, видеода көрсетілгендей таза ыдысымызға или биік кастрюль болсын, өзіңізге ыңғайлы ыдысымызға осындай кезекпе кезек қатарменен ашып салатын боламыз. Әр қатарына 2 қасық, 1 қасықтан тұз салып отыратын боламыз. Үстін престе қатты басып, капусталарымызды тізіп салатын боламыз. Осылай салып болынғаннан кейін мұздай тынық кәдімгі таза су құямыз. Осы бетін толық жабылғанша, капустамыз басып тұрғанша суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып болғанымыздан кейін үстін қатты тарелка болсын, или ауыр ыдыс болса да басып қойсақ болады. Видеода көрсетілгендей тарелка жауып қойсаңыз да болады. Осы бетін жауып, салқын жерге 2 күн, 3 күн қоятын боламыз. 2 күн, 3 күн тұрғаннан кейін капустамызды ащы болса, тұзды су басымырақ болса, мұздай суға жуып аламыз. Үстіне енді қажетті чесногымызды тураймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап турап аламыз. Енді бұл жерде менде ащы бұрыш, кәдімгі ет түткіш машинасына өткерілген ащы бұрыш. Оны мен жаздың күні дайындап қойған болатынмын. Морозке салып қойғанбыз, соны дайындайтын боламыз. Сосын кәдімгі сладкий болгар бұрышын дайындадым. Оны да солай дайындап қойғанбыз. Чесногымызды турап болғанымыздан кейін капустамыздың тұзын қарап, тұзы қатты басымырақ болса, 1 рет, 2 рет жуып аламыз. Жуылғаннан кейін капустамыздың үстіне чесноктарымыз саламыз. Болгар бұрышын өткерілген чеснок, осыларды салып, қатты жақсылап араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп араластырып аламыз. Астын үстіне қарай шығарып, толық қызартып араластырамыз. Сосын өзіңіздің қалауыңызша ащы бұрыш қоссаңыз болады. Менде өткерілген қатты ащы бұрыш. Мен осының жартысын салдым. Енді тағы да жақсылап араластырып, осылай араластырғаннан кейін үстін жақсылап басып, капустаның несіне қарай, көлеміне қарай үстіне су құятын боламыз. Мен үстіне аздап су құйдым. Капустаның бетін басып тұрғандай етіп су құямыз.
өте жасалу оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған